Жапонның атаңызға айналған Hitachi бренді ребрендинг жасайтын жариялады. Компания жаңа атаумен ірі өнеркәсіптік жобаларға арналған цифрлық және қаржылық шешімдерді дамытуды жоспарлап отыр. Астанада компанияның жаңа стратегиясы 6 елден келген серіктестерге таныстырылды. Айтулы шараға біздің әріптестеріміз де қатысып келді. Hitachi атауымен таныс компанияның жаңа атауы бұдан былай Land Cross. Евразиан Machinery жаңа брендін Қазақстан, Ресей, Армения, Жапония және Орталық Азия елдерінен келген серіктестерге таныстырды. Қонақтарға компанияның стратегиясы мен құндылықтары туралы айтылды. Ал арнайы техниканың өзі нарықтағы бұрынғы қалпында қалады. Орталық Азияда бұл техникаға сұраныс 20 жылдан астам уақыт бойы жоғары. Ал оның тұрақты жеткізушісі Евразиан Machinery. Мы создали сервисы, открыли филиалы, развивали склады запасной части и обучали специалистов. Мы поставляем не только технику, мы обеспечиваем ее сервисы и поддержку. Атау өзгергенмен техниканың сапасы мен компанияның негізгі қағидаттары өзгермейді. Өндірушінің айтуынша тұтынушылар бұл брендке 75 жылдан бері сенім артып келеді. Алайда нарық өзгеріп, тапсырыс берушілердің талаптары да артып келеді. Сондықтан Land Crossқа көшу компанияның Орталық Азиядағы бизнесін дамытудың жаңа кезеңі. That is why we will continue to invest here in several capabilities, technical expertise, spare parts support and digital solutions throughout the region. Because our responsibility does not end when we deliver the machine. Жаңа брендтің негізінде жапондық екі ірі компания Hitachi Construction Machinery мен Itochu Corporation арасындағы серіктестік жатыр. Компаниялар 2022 жылдан бері бірлесіп жұмыс істеп келеді. Itochu корпорациясының қаржылық мүмкіндіктері мен халықаралық желісі Land Cross'ты дамытуға мүмкіндік береді. Together with technological excellence of Hitachi Construction Machinery, future Land Cross, and global business power of Itochu, and strong local presence of Eurasian Machinery, we are confident that we can build a future together with all of you. Hitachi Construction Machinery компаниясы келесі жылдың 1 сәуірінен бастап ресми түрде Land Cross Corporation атауына көшеді. Сол уақытқа дейін жаңа логотип бүкіл әлемдегі техника мен цифрлық сервистерде пайда болады. Дегенмен компания Орталық Азиядағы адамдар, өндіріс орындары, ең бастысы ондаған жылдар бойы сыналған жапон сапасы өзгеріссіз қалатынын жариялап отыр. Адылжан Бердібек, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес.